Баршаңызға сәлем. Бүгін өте керемет үй жағдайында қазанда дайындалатын люля кебаб дайындайтын боламыз. Ал бірге жасап көріңіз. Ең алдымен фаршқа пиязды саламыз. Одан соң үстіне панировочный сухариді, тұзды, қара бұрыш, қызыл бұрышты, одан соң қалауыңызша дәмдеуіштерді саламыз. Жақсылап енді 5 минут шамасындай осылай араластырып аламыз. Араластырып болғаннан соң осылай видеода көрсетілгендей ұрғылаймыз. 5 минут шамасында осылай жасаймыз. Толықтай ішіндегі ауасы шығып кетуі қажет. Одан соң осындай ағаш таяқшаларды алып, фаршты қолымызға бір жұдырық етіп, осылай домалатып аламыз. Жақсылап ауасын шығарып тастаймыз. Одан соң ағаш таяқшаларға кіргізіп, осылай сопақшалап жасап шығамыз. Барлығын дәл видеода көрсетілгендей жасаймыз. Одан соң қазанға май құйып жақсылап қыздырамыз. Енді барлық бетімен қызартып, жақсылап қуырып аламыз. Одан соң қызып тұрған осы майымызда тұздалған картопты салып, жақсылап қызартып, қатты отта қуырып аламыз. Одан соң аламыз картопты. Енді майдың жарты бөлігін осылай басқа ыдысқа құйып аламыз. Түбінде кішкене ғана қалдырамыз майды. Үстінен қайтадан картопты салып, және де осы фарштарымызды салып, үстінен су құйып, 45 минут шамасында тушить ететін боламыз. Сонымен 45 минут өткеннен соң біз картопты тексереміз, піскен-піспегенін. Одан соң асқа бере берсек болады. Сонымен біздің люля кебабымыз дайын. Бетін қалауыңызша әсемдеп бере берсеңіз болады. Дәмі өте жақсы болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіз. Жасап жатсаңыз ас болсын. Егер де видео рецепт ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, подписка жасауды ұмытпаңыз.